Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы табысты даму жолы деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ғылыми көпшілік стильдердің жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолдана отырып интервью, нұсқаулық жазу. Оқушылар, алдыңғы сабақтарда алған білімдерімізді жинақтау мақсатында терминдердің білдіретін мағыналарын анықтап, бірге сәйкестендіріп көрейік. Инвестиция, экономикалық прагматизм, экономикалық тұрақтылық, тең құқықтық, капитал. Оқушылар, дұрыс ақпаратты анықтап көр. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың керек дерек айдарында сұхбат жанры туралы ұғым қалыптастырамыз. Сұхбат кең қолданыс тапқан жанрлардың бірі. Сұхбат, яғни интервью ағылшын тілінен аударғанда кездесу, әңгімелесу деген мағынаны білдіреді. Оқушылар, сұхбаттың құрамында екі жанрлық элементтің барын есімізде сақтағанымыз абзал. Бірінші, журналистің қоятын сұрағы. Екінші, сұхбат берушінің қайтаратын жауабы. Сұхбат журналист пен сұхбат беруші адамның екеуара біріккен шығармашылық жұмысының көзі. Диалог, әңгімелесу түрінде келеді. Сұхбат мәтінінде қоғамдық саяси лексика қолданылады. Терминдер, троптың түрлері де кездеседі. Сұрақты талапқа сай құрастыра білу де керек. Журналистің алдына қойған мақсаты мен оған қол жеткізу тәсілдеріне қарай сұхбат бірнеше түрге бөлінеді. Мысалы, ақпараттық сұхбат. Сұхбаттың бұл түрі фактіні немесе пікірді қамтиды. Сұхбат берушінің ресми тұлға болуы шарт емес. Оның сөйлеген сөзінің астарында көңіл-күй мен ішкі толғаныс, яғни эмоционалды фон болуы тиіс. Портреттік сұхбат. Жеке тұлғаның образын ашуға арналады. Сол себепті портреттік сұхбат әлеуметтік психологиялық сипаттамамен ерекшеленеді. Өйткені портреттік сұхбат адамның бойындағы құнды қасиеттерді де анықтауға негізделеді. Сауалнамалық сұхбат. Белгілі бір нақты сұраққа әртүрлі адамдардан жауап алу арқылы жасалады. Сауалнамалық сұхбат қоғамдық пікірді анықтаудың өзіндік бір тәсілі болып табылады. Хаттамалық сұхбат. Ресми тұлғадан немесе құзырлы қызмет иесінен нақтылай жауап алу. Проблемалық сұхбат. Басты түйіні журналистік ұстаным. Көпшілік талқысына ұсынылатын қоғамдық маңызы бар ашық мәселе қаралады. Халықтың көкейінде жүрген сауалдарға жауап алынады. Оқушылар, ұсынылған сұрақтар аясында сұхбат әзірлеуді ұсынамын. Экономикалық интеграцияның тиімділігі неде? Қандай мүмкіндіктерге жол ашады? Қандай қауіптер бар? Табысты даму жолын жетілдіру көздері. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.